Талғарда ұлының жетісін берейін деп жатқан ата-ана тағы бір қастандыққа ұшырады. Олардың басқа ауылдағы үйі өртеніп кеткен. Полиция осы дерекпен қылмыстық іс қозғады. Оқиға 12 қазанға қараған түнде болды. Өрт сөндірушілер келгенше үй толығымен жанып кеткен. Абырой болғанда өрт қойылған сәтте бұл отбасы басқа үйде болған екен. Олар марқұм Шерзаттың жетісіне дайындалып жүрген. Бұл жасөспірім өлтірілген Талғарда емес, Азат деген ауылда болған оқиға. Әлдекімдер кісі қолынан қаза болған Шерзат Болаттың ата-анасына осындай қастандық жасаған. Шерзаттың әкесі қантөгіс болғанын қаламаймын дейді. Мәлімдемесін әшкере телеграм арнасына салдық. Ал бүгін полиция марқұмның отбасын күзетке алдық дейді. Тәулік бойы кезекшілік атқарып, оларды қорғаймыз деп отыр. Бас прокуратура жәбірленушілердің үйін өртеу фактісіне қатысты ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылғанын хабарлады. Бұл оқиға 4 қазанда Талғарда болған. Bir топ адам 16 жастағы жасөспірімді өлтіріп кеткен. 16 жасқа енді ғана толуы керек болған Шерзат Болат әкесіне дүкен шаруасына көмектесіп жүрген. Сол кезде бұзақылар келіп, сыраның ақшасын төлемей арты жанжалға ұласқан. Одан бұзақы 3 көлікпен достарын ертіп әкелген. Оқиға кезінде анасының көз алдында 16 жастағы бала өлтірілген. Бұл оқиға елді дүр сілкіндірді. Марқұмның әкесі ашық сотпен әділ тергеуді талап еткен. Алайда әлдекімдер қорқытып бопсалай бастағанын мәлімдеген. Оқиғаны толығырақ әшкере телеграм арнасында жазып отырмыз, сілтеме профилде.